Мен тек айнадағы адамға ғана сенемін. Өйткені мен жылағанда ол күлмейді. Саған сенетін адамға ешқашан өтірік айтпа. Саған бір рет болсын, өтірік айтқан адамға енді сенуші болма. Өзіңізге қаншалықты жақсы қарым-қатынас жасасаңыз, соншалықты басқа адамдардың сөзі сізді ренжітпейтін болады. Ақылды адам ешқашан осы 3 нәрсемен басқа адамдармен бөліспейтін болады. Өзінің жасырын құпияларымен, өткенге деген өкініштерімен, өзінің не үшін кешігіп келгені жайлы сылтауларыменен. Барлығын және бірден алғысы келетін адамдар соңында ештеңесіз қалады. Сенің бетіңе шындықты айтудан қорқатын адамға ешқашан сенбе. Қаншалықты проблемаларыңызға көп шағымданасыз, соншалықты олар көбейе беретін болады. Ешкімге ешқашан ешқандай сылтау іздеме. Егер ол солай жасаса, бұл оның осылай қалағанын білдіреді. Сізді жоғалтудан қорықпаған адамды жоғалтуға қорықпаңыз. Артыңыздағы көпірлер қаттырақ жанған сайын, болашаққа апарар жол да жарығырақ болады. Ең жаман жалғыздық ол өзіңді түсінбейтін адамдардың ортасында қалу. Өзіңізді қатал өмірге үйретіңіз. Өйткені рахым тұрақты емес. Өмір ақ және қара жолақтардан тұратынын ұмытпаңыз. Әрқашан өзіңізге қатаң және басқаларға жұмсақ болыңыз. Осылайша сіз өзіңізді адамдардың дұшпандығынан қорғайсыз. Егер қиналғыңыз келмесе, онда қызғаншақ болмаңыз. Нағыз жау ол ренжітуші емес. Оны әдейі қолдан жасаушы. Тіпті темірдей шыдамдылықта шегіне жетеді. Тіпті ең күшті сезімдер де өтірік пен салқындылықтан суып кетеді. Ешқашан өзіңіз жайлы еске салмаңыз. Өйткені сізді шынымен керек ететін адамдар сіз туралы ешқашан ұмытпайды. Өмірдің 3 негізгі ережесі. Алдын ала қорықпаңыз, өткенмен өмір сүрмеңіз, өзіңізді аямаңыз. Адаммен сөйлескенде оның жақсы немесе жаман адам екенін шешіп алыңыз. Егер сіз адамды жаман деп шешсеңіз, онымен сөйлесуді дереу доғарыңыз. Егер сіз адамды жақсы деп шешсеңіз, оның бойындағы ұсақ түйектерден мініздемеңіз. Сізді ренжіткен нәрсені ұмыт. Бірақ бұның саған не үйреткенін ешқашан ұмытпа.
Жеке өміріңіз жайлы ешқашан ешкімге айтпаңыз. Сіз бұл туралы айта бастағанда, ол жеке болуын тоқтатады. Әр нәрсеге қаншалықты азалаңдасаңыз, соғұрлым бақытты боласыз. Бақытқа тосқауыл болатын көптеген себептер бар. Бірақ олардың үшеуі негізгі болып табылады. Қорқыныш, қызғаныш және кінә сезімі. Бақытты адам өткеніне өкінбейтін, болашағынан қорықпайтын және басқалардың өміріне араласпайтын адам. Өкінішке орай сіз адамдардың шынайы келбетін оған пайда тигізбегенде ғана көресіз. Қараңғылықты өмір бойы қарғауға болады, немесе кішкене шамды алып жағуға болады. Егер сіздің кеткеніңізді ешкім байқамаса, онда сіз бекер кетпегеніңіз. Адамдардан қаншалықты көңіліңіз қалса да, олар сізді бәрібір де таң қалдыратын болады. Өмірдегі ең маңызды нәрсе, өмірді сізбен бірге өткізгісі келетін адамдармен бірге уақыт өткізу. Ең қорқынышты сезім, ол жақында ғана қажет болған жерде өзіңді артық сезіну. Есіңізде болсын, сіз бір кездері басқаға істегеніңізді сізге де жасайтын адам әрқашан табылады. Өзін өзі жақсы танитын адам ол туралы айтылған өсек сөздерден қорықпайтын болады.